Адам бір боқ көтерген боқтың қабы. Міне, кешегі Алматыдағы жер сілкінісінен адамдардың кім екені байқалды, көрінді. Жалпы пендеміз ғой деп өзімізді жұбатамыз. Жер сілкінісі болып жатқан кезде мына кейбір таксист оңбағандар жол ақысын 10 есеге қымбаттатып, сендер сол қай жеріңе байым деп ойлайсыңдар. Осындай жағдайда сендер осы бауырларыңа, ағайындарыңа көмектессеңдер не бір жерлерін түсіп қалатын беді, оңбағандар. Өкіметті жамандап жатасыңдар, саясат туралы әңгіме айтып жатасыңдар. Ой, өкімет халыққа қызмет, халықты ойламайды, халықтың жағдайын жасамайды дейсіңдер. Ал сендер жасап отырсыңдар ма? Істерің мынандай, сөздерің мынандай сендердің. Ей, аман болыңдар деп бір-бірінің жағдайын, хал жағдайын сұрап, уайымдаудың үстіне осындай түрлі манипуляция жасап жатсыңдар. Перевалда мысалы боран болып жатса, көлікті бәрі тоқтап кептелісте тұрса, анандай суықта кәдімгі ыстық судың өзін 1000 теңгеге сататын біздің сондай иманды адамдармыз ғой, иманымыз бар ғой біздің. Тоймаймыз ғой біз, оңбағанбыз ғой. Иә, абырой болғанда Алматыда жер сілкініп ештеңе қираған жоқ, ешқандай қайғылы жағдай болған жоқ. Түркиядағыдай әлгінде 7-6 балдық жер сілкінісі болса, елдің бәрі қирап қырылып жатса, сен осылай өзіңнің бағаңды қосып 10 есе қымбаттатып, өзіңнің мүлкіңді сатсаң, өзіңнің мына қызметіңді сатсаң, сенің адамдығыңнан, қазақтығыңнан не қалады? Ана чейстің түрін көрдік. Осындай уақытта елдің қамын ойлаудың орнына бір ешқандай ләм-мим деп бір үн қатқан жоқ. Осы елдің алдында жүрген біршама танымал медианың адамдары да үн қатқан жоқ. Бір сабырға шақыруға болар еді, даурықпаңдар деп. Кешек түнделетіп суықта кәдімгі жатқан жерінен орнынан зәресі ұшып сыртқа жүгіріп шыққан адамдардың жағдайын ойлаған кім бар еді дейсің? Ешкім бір-бірін ойлап отқан жоқ. Бәрі солай жаным аман қалса екен, аман қалсам екен деп солай жасап жатыр. Ал мұндағы кейбір хайуандар осындай бір елдің зәресін алып, түрлі манипуляция жасап, жаңағыдай кейбір таксистер сияқты жол ақысын 10 есе қымбаттатып, арамнан пайда тапқысы келеді. Міне нағыз хайуан, нағыз имансызсыңдар сендер, нағыз 200-сіңдер. Қазір көріп жатырмын әлеуметтік желіде. Жаңағыдай түрлі аяттар, хадистер келтіріп осындай қауымға келеді, осындай зілзалаға келеді. Әшейінде мешітке бармайтындар енді жер сілкініп еді, мешітке қош келдіңдер деп. Керек болса шіркеуге де барып түнейтін жағдай негізі бұл. Бастарың аман қалып отыр. Ертең сол тас төбеңнен үйің опырылып құлағанда көресің сен өзің. Жаның қайда, өзің қайда екеніңді. Ол кезде сенің бар арман мақсатың қалады сол үйіңде. Тұтанған бар иманың қалады сол үйіңде. Өзіңнен басқа ешкім қалмайды ол жерде, ештеңе қалмайды. Адамшылық бұндай жағдайда адамға ізгілік, мейірім деген дүниелер керек. Ал мен қазір мына әлеуметтік желідегі жариялап жатқан адамдардан, қазір түрлі чаттарда болып жатқан әңгімелерден мынандай апаттан бір қоя, кәдімгі сабақ алып отқан бір адамды көріп отқан жоқпын. Енді алдағы уақытта не болады екен деген уайымдап жүрген бір адамдарды көріп жатқан жоқпын. Әйтеуір комментарийді былықтырып жатқан сол өзіміздің адамдар, әзілдеп жатқан өзіміздің адамдар, тыржалаңа шығып кетсе соны фотоға түсіріп алып елдің алдында масқаралап жатқан адамдар, міне оңбағандық нағыз. Біздің ниетімізге берсе жақсылық болар, пейілімізге бермесін. Пейіліңе көрсетсе ең жаманы осы. Пейілің құрғыр.